6 сынып қазақ тілі 24 аудиомәтін буккроссинг және библиобус. Еуропада буккроссинг деген қозғалыс бар. Ол біраз жыл бұрын ақш-та әуесқойлық әрі қоғамдық қозғалыс түрінде пайда болған. Ағылшын тіліндегі бук кроссинг сөзі тура баламасында кітаптың азат етілуі деген мағынаны білдіреді. Қазақшаға аударылғанда кітаптың айналыста жүруі болып шығады. Аталған қозғалыстың мәні неде десеңіз, кез келген адам белгілі бір кітапты өзі оқып болған соң, жұрт көп жүретін жерде әдейі ұмытып кетеді. Оны басқа бір адам алып оқиды, оқып болған соң, ол да сол жерде ұмыт қалдырады. Сөйтіп, кітап үшінші адамның қолына тиеді. Осылайша, жақсы кітап саяхатқа шығып, елге тарала береді. Жаппай кітап оқу азайып кеткен қазіргі заманда буккроссинг қозғалысын кітап пен оқырман арасын жақындатудың тиімді жолы ретінде іс тәжірибеге айналдырудың артықтығы жоқ. Егер адам кітапқа қарай жүргісі келмесе, онда кітаптың өзін адамға қарай жүргізіп, оны оқырманға бағыттап, адамдардың кітапқа деген ықыласын ояту, рухани мәдениетін көтеру керек. Сондай-ақ, Ресейде пайда болған библиобустарда кітап тарату мен насихаттау жолындағы жаңалықтардың бірі. Библиобус кәдімгі жылжымалы кітапхана. Өткен ғасырдың 60 жылдарында ғана Ресейде 300-ден астам жылжымалы кітапхана жұмыс істеген. Библиобустар Мәскеу көшелерінде 2007 жылдан бері қайта көріне бастады. Қазір ақш-та, Германияда, Англияда, Финляндияда және басқа да елдерде кеңінен қолданылады. Көшпелі кітапхана библиобус орындықтары бар. Жолаушыларының орнына кітап сөрелері орнатылған кәдімгі автобус. Ол көшелерді аралап оқырмандарға кітап таратады. Олардан тапсырыстар қабылдайды. Оқырмандардың автобус ішінде отырып жаңа шығармалармен танысуына жағдай жасайды. Бір сөзбен айтқанда, нағыз кітапхананың рөлін атқарады.